Ал, мама, давай. Сонымен енді қазіргі баланың үлкені Махмуд, әне Алматыда бір бала тұратын көреді. Менің балам дегенім болмаса, оның оқығанда сонда жұмыстар қалған. Оны жақында бір келіп кетті, сонда естіп, әкең бар жоғын білем, шешең бар дегесін іздеп тауып келіп амандасып кетті. Ол Алматыда тұрады, тек жаңа таныстық өзін. Сонда оқуға түскен, өзі барған, өзі оқуға түскен, сөйтіп адам болып кеткен. Одан кейінгі Махмуд, екінші балам. 64-ші жылғы Махмуд. Иә. Ал Махмуд дейтін күшті оқыған бала, денсай ешқандай дефект жоқ, әпердемі жігіт деп айтады. Сонымен көзі мектеп оқып жүрген, көп оқыды ма, неме, көзі кемей бастады. Сонымен группа, первый группа инвалид, қалды базымызды заболевание. Иә. Первый группа, дүстен ақшалады, бір жұмыс толып тұр, инспекторген бала ғой. Иә. Жұмысты қазір алғысы келіп тұр, бірақ көзден өтпей отыр. Сонымен көз ауруынан бірінші группа инвалид. Махмудтың жағдайы. Ал енді басқа жері сау, енді ақшасы жоқ, жұмыс жоқ кісіге, ол да үйленбей қалды. Үйленбей қалды. Енді 64 деген енді нешеге келеді 64-ші жылға? 60-ға келеді ол да, 50-дің үстіне шықты ғой. Үйленбей қалды. Содан сұр бойдақ, қайда барам десе жол ашық. Тек аман жүр дейміз, бітті. 20 мың пенсия алады, бірінші группа инвалид, бессрочно, сосын первый группа инвалид, тек 20 мың ақша беретін көрінеді. Сонымен қара басынан андыққа жететін болар әйтеуір. Сонымен кетіп қалады, тек аман жүргеніңді хабарла дейміз, кетіп қалады. Кейде ұмытып кетеміз енді, семьясы жоқ, оны жоқтап отырған ешкім жоқ, мен жоқтап отырмын ғой. Ал осы бала келгенде бірге келдік, бір қасында ес болсын деп. Содан мен қасында отырмайды ғой. Сонымен ол көп болды енді. Ол қазір қайда? Мен қайта болмай жүріп айтып отырмын ғой, сол бала қайда. Біз әзір сауып сұра береміз. Ол бір ғана істе бірге болған сияқты. Может, біреу білетін болар, бірге оқыған жігіттер білетін болар. Қайда ол? Кім жігіттері бар бірге? Бірге оқыды ғой, Алматыда, институтта оқыды ғой. Оқып өтіргені қазір алпысқа шығып отыр, неше жыл. Біреу білетін болар, талай рет оны. Ал енді жоқ, ол білет деп қарап отырмау керек, милицияға хабарлау керек. Өйткені бір 20 күн бір айға... Мама, қойш, ол өзіңді асырайды, не ол? Жүрсін өзінің қалаған жерінде. Көзі кем бір затқа шырап қалды ма, өзі өлген адам малды қайталан етеді ғой, бауызда пістімеледі. Ол өзі бұрышқа лақтырып тастайды, мусорға. Оны кім нетеді дейсің? Нені лақтырып тастайды? Енді хабарласатын уақыт болды. Сен ол келгелі көрдің бе? Жоқ, көрген жоқпын. Көрген жоқсың ба? Жоқ. Мен сені көрген болады. Сонымен... Андасында көрем, өзімен өзі амандасып кетіп қалады, білмеймін мұны. Ал енді қазір соны... Ол интернетте шығады, андасында көреміз соны интернеттен. Тірі, аман сау, жүрет бірде. Интернетке не ақша? Интернетке шығады, аманмын деп белгі береді, өзі жоқ. Қажет жоқ, өзімен өзі жүрсін. Біз шаруамыз қаша. Оның жанында 20 мың ақшасы бар. Жетеді, ол 20 мыңға, ол 15 жыл тіпті ақшасы өмір сүрді. Енді өлтірсін біліп отырған дұрыс қой. Мама, амандық кіресі, не істейсің? Ол сенен жас, анау-мынау. Біздер үй ауыстырып бердік қой. Тоғында тұрдық, мұнда тұрдық, тоғында тұрдық. Жақсы олады, мама. Бала өзі кетеді ғой, өзінің шаруамен кетті, болды. Не істейтін бала Астанада тұрып, сол бір кішке біздің үйді көршештеп барып, соған барып келді, бір 10 шақты күн болды келді. Онда оны ерткен жоқ, ол жерде байтқан жоқ. Ол жас бала емес, барып тұрады, амандасады, шығып кетеді, Астанадан іздеу керек.
мейлі астанада тұрсын, шаруамыз қаша. Сонымен сол баланы жоқтап отырмын енді қазір. Милиция хабарламай болмайды. Қай милиция таба алмайды оны, ол бала. Бізден сұрайды ғой қайда, енне. Біздер білмейміз. Милиция таба алмайды, ол не ол? Құты қандай? Қажет жоқ оны іздеуді, ол не ол? Іздеуге тұрмайды, сондайсыз. Ал енді сен, мен бұлай денсаулығы жаман емес. Анес бар ғой, Анес Астанада тұрады. Анесті жүріп последним бір Москвадан оқу бітіріп. Жоқ, ол Анес емес, ол Мәлік. Жоқ, Мәлік те бітірді, мынау да бітірді. Ол да Москвада бітірді. Сосын Теңгизде бір жұмыс тапқан, не жұмыстар екен білмеймін. 30 шақты адам. Соны Теңгизге біремен Теңгиздің работник емес, бірақ соның бір жұмысына керек болып, 30 шақты баланы алған. Содан посменім істеп жүрген. Жақында хабар келгенде Дима мен неде тұрады дедім ғой, Астанада. Астанаға барып келгеннен кейін еттім, жұмысқа шығамын. Жұмысқа барғанда сендерге пока жұмыс жоқ, 1-2 айдан кейін болады деп айтылайды. Соңғы көрсенде балам жоғалтта кетті. Қайда кеттің? Астанада. Онда жұмыс іздеп аттың ба? Жұмыс таптың ба? Білмеймін, жұмыс табыла қоймайды. Келген жұмыс сексіз келмейді ғой. Сонымен жұмыс табылмай, ол Астанада кім? Анес. Астанада. Ал енді әйтеуір сау болар, қаңғыбас емес, семьясы бар ғой. Ал ол неғыл деп жұмыс болмайдық деп айтпай ма, заранее деп уақытша қысқартылды деп айтайын. 30 шақты адам. 2 айдан кейін табылып қалар деп айтайын. Мен айтайын, мен табылып қалар деп отырасың ба? Күрекке боқ көптеп жұмыс істейсің. Жұмыс ізде деп 1-2 звонить етіп едім. Іздеп атырым ғой, мама, іздеп атырым ғой. Мен ойламай шешіп, нандық бір деген табам ғой. Өзіңді ойлай шеш деді. Өзіңді ойлағым дегенім, сонда жүргенде жақсы едім, бұлай жұмысыға жүре беретін. Дізем ауырып қалды, мені әйеліме екеуі сүйретіп доғдырға апарттым. Дізе жүрім ғой. Сон дізеге укол салып. Осы уколмен кішкентай сосын дәрі жағып отырасын. Содан кейін, 1-2 айдан кейін, декабрьдің басында өзіңнің хирургыңа бар. Енді хирургте болдым, укол салып деп айтты санама. Ол тағы саған укол салады, содан бірақ укол алып жүресің постоянно, дізең ауырып жүреді деді. Арасында баса алмай қаламын. Ал бұлай шүкір едім. Ал неге де жасым біразға кетті. 39 жыл туғанғам, 20 декабрьде 86-86-ға шығайын деп отырым. Мен едәуір жас қой олды. Ал енді сол аяғымнан кәдігі аяғым жыларманға келтіріп отыр аяқ. Бұлай летелмін. Уақсуағымызды істе ас-суыңды ішіп жүрген едім. Жаңағыдай ұстайды. Арасында көп жүріп кетем шамасы. Оң аяқтан бастап жүрететін ғой адам. Содан бастап, сол аяғымнан басып жүрім қазір. Сол аяқты басам да, оң аяқты көтеріп, үйтіп жүріп көрген жоқ өтеді. Менің жағдайым осылай. Енді шүкірмін ғой, енді жасқа келдім, көрдім. Енді әлгі бала Махмұт. Ол білмеймін қайда жүр, елки-палки. Біреу білетін бұлар сұрайды, амансың ба, хабар жібереді, амансамын дейді, анам бәрі. Анес те білет. Сонда да хабарласады ғой, айтады ғой, жақсы деп. Айтады, жақсы деп айтады. Анамны. Ату аманса мама, сен уайымдама. Оның жағдайы жақсы, өзін өзі асырайтын жігіт. Амандасатын безіп кететін де емес енді, семья ғой, менің семьям ғой. Мейлі не істейін, өмір ол қандай, анамыны. Біреу ғана. Біздің неміз үй ауыстыра бездік.
Содан олар шатысып қалды. Ну, еш емес, Аллаға тапсыршаш, өзімен өзі өмір сүрсін, саған не ол? Қажет жоқ, іздеу қажет жоқ. Табылар мам, өзгелер қайдан ба? Шашы. Бір күн өзгелер. Көп нетпен, болды мама, все. Енді мінерде баяғыда өтілді 5-ші балам Мұрат деген балаға бой көрінеді. Иә. Сол өсерде вот деловой бары, никакой оқу бітірген, 2 үйі бар, әйелі бар, 7-8 баласы бар, өзі қолына келген жұмыстың бәрін істейді. Олар әкімдіктің қажет черный рабочий істейді, шалқып отыр. Өсерде соның әйелі біздің келгенімізді біліп амандатып келіп кетті. Үйде өсерде жайықтың жағасында, соның үйіне барып хабарласып келеді кеш.